Қалайсыздар? Бүгінгі видеода далада шоқтың үстіне пицца пісіреміз. Алдыңғы видеоны көрген болсаңыздар, біз тәбеншеге тезекпен пицца пісірген болатынбыз. Көрмеген болсаңыздар, ссылкасы шықты. Көріп келіңіздер, өйткені бүгін эксперимент қызық болады. Мен өзім бірінші мәрте пісірем далаға шоқтың үстіне сковородкаға пицца. Сондықтан жарайсың деген белгі қойып, ардаға жазылуды ұмытпаңыздар. Мен үшін маңызды. Бүгін сол пицца істейді ғой, далаға шоққа. Алдыңғы видеода да байқаған болсаңыздар, біз ешқандай электронды пештерді қолданып жатқан жоқпыз. Ойдан қалай айтып орысша импровизация. Бұл жерде импровизация толық. Бізде ешқандай пицца пеш, ешқандай газ пеш, чисто далада. Көрейік не шығатын сіздермен бірге. Сондықтан соңына дейін көріңіздер және тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізде жаңағы даладағы супер пешіміз дайын. Ішіне ағаш толтырдық, 4 штук қазған болатынмын. Енді ішке кіріп, тестамызды дайындайық. Содан кейін келіп, жағып, үстіне қойып пісіретін боламыз. Менен бір ошибка кетті. Жаңа сковородканың астына май жағуды ұмытып кетіппін. Тесто өзі жабысып қалды. Сондықтан қайтадан басынан бастаймыз. Қазір енді YouTube енді басып отыр ғой, Алла қаласа болашақта Жезуха секілді миллиондық аудиторияға жетеміз. Видеоларымыз 2 миллион, 3 миллион қаралым жинайды. YouTube'тағы оқырмандар миллионға жетеді, Алла қаласа. Сіздерге бір 2-3 минуттық видео, маған бір 1-2 сағаттық жұмыс қайнап отыр. Былайша айтқанда, еще қандай жұмыс қараңыздар, қалай тер шығып отыр. Бәрі жақсы болады. Сондықтан тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл тек бастамасы. Далаға шоққа пісірген пиццамыз дайын болды. Бұл эксперимент болған етін. Енді үйге кіріп, дәмін көріп, жалпы бола ма, болмай ма бұндай идея талқылайық. Кеттік. Ал енді уақыт келді. Сковородкадағы пиццамыз папа көріңіз. Бұл пицца енді бортиксіз болады. Жалпы бұндай пиццалар пісіріп жүрген адамдар бар деп ойлаймын. Мен бірақ өзім көрмегенмін. Бірақ сәл қалыңдау болу керек, наверное. Примерно түсіне бастадым. Егер де бұндай пицца ресторанда бар болса, егер бұл подача примерно стейк сияқты болады деп ойлаймын. Сырды көрдіңіздер ме? Қалай болды папа? Зор болады екен, жасап көріңіздер. Енді келесі видеоға идея айтыңыздар, мен соны орындаймын. Бәрі жақсы болады.